Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видео Индия жайында болады. Индия халқы. Білетін болсақ, Индияда өте халық көп. Соның ішінде 48 миллионы 48 миллионы не екен? Вермифермер екен. Вермифермер. Бұны жаңағы біздің группада айтып жатыр. Жаңағы ұстаздарымыз бар. Жаңағыдай не дейді? Индияда 48 миллион вермифермер бар екен. Және олар өзара бәсеке емес. Оны қалай түсінеміз? Мысал үшін бізде Қазақстанда қалай? Мысалға мен биогумус өндірем, және Шымкентте тағы да бір кісі өндіреді, Сарыағашта өндіреді, мысалға биогумус өндіреді. Сарыағаш бар, мысалы Қызылорда деп айтайық. Мысалға Қазақстанның түпкір-түпкірінде биогумус өндіріп жатыр. Енді біздер не істейміз қазір? Біздер аламызда жаңағы өзіміз жарнама жасаймыз. OLX-ке, жаңа YouTube-қа шығарам, YouTube жаңағыда не істейміз тағы? Көрші қолаңдарға айтамыз, өзіміз жаңағыдай мынау өндірген биогумусымызды жаңағыдай реализация жасаймыз. Жаңағыдай неге теплицаларға барамыз, барып солай сөйлесу керекпіз, басқа қылу керекпіз. Солай біз несен биогумусты өткіземіз. Ал Индияда олай емес екен. Индияда былай. Мысалға кооператив деген нәрсе бар екен оларда. Кооператив. Осы кооперативтің жаңа мүшесі ретінде 48 миллион жаңағыдай вермифермер осыған не істеген? Тіркелген. Олар үйінде жаңағы нені биогумус өндіреді да, не істейді? Кооперативқа барады да өткізе салады. Жаңағы олардың басы ауырмайды, жаңағы сатыла ма, сатылмай ма, қаяққа сатамын, упаковка істеймін ба, басқа қылам ба деп, олардың ешқандай басы ауырмайды. Тек қана өндіреді де кооперативқа тапсырады, болып все. Сонымен не істейді? Жаңағы өздерінің жаңа биогумусын өткізеді. Құдай қаласа, Алланың қалауымен бізде де кооператив ашылды. Кооператив. Қазақстан деп қояйық, Қазақстан. Қазақстанда осы жылы Құдай қаласа кооперативіміз ашылды. Енді не істейміз? Егерде сіз өзіңіз жаңағыдай биогумус өндіріп, өзіңіз сатып, басыңызды қатырғыңыз келмесе, осы кооперативқа не істейсіз? Мүше ретінде жаңағы кіресіз. Жаңағы тіркелесіз осы кооперативқа. Сосын не істейсіз? Осыған членский взнос деген болады, жылына бір мәрте төленеді, 2000 теңге жаңағыдай осы неге кооперативке шотын аударасыздар, Құдай қаласа. Сосын кооператив бар, және бізде Қазақстанда не бар? Комитет деген нәрсе бар. Комитет дегеніміз не? Комитет дегеніміз жалпы осы кооперативтің барлық интерестерін қорғайды, заңды түрде осының документі бар, басқа барына өкіметпен сөйлеседі кооперативтің нелері бойынша, мәселелері бойынша, жер бойынша, жаңағы техника дейді, субсидия дейді, басқа дейді, осының барлығын не істейді? Осы комитет бар, осы комитет шешеді. Бұғанда жаңағы комитетке членский взнос 3000 теңге төленеді. Көрдіңіз ба? Құдай қаласа. Егер осы тема сізге қызықты болып, жаңағыдай не қылатын болса, мысалға, өзім реализация жасамайым, мен басымды қатырмайым, басқа қылмайым дейтін болсаңыз, осы кооперативке жаңағы не істеңіз? Тіркеліп алыңыздар. Құдай қаласа, бұл келешек еншісі. Қазір ол қабылдап жатқан жоқ, әрине. Бұл көктемге қарай, Құдай қаласа, даже осы жақын арада да қабылдай бастау мүмкін. Әбден мүмкін. Өте үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Жаңағы көкелеріміз, ағаларымыз бар. Жалпы осы верми технология саласын не істеп жатырмыз? Қазақстан бойынша дамытып жатырмыз. Барлығымыз біргелікте. Осы дұрыс ақпаратты білу керек. Көп адамдар осы 2000 теңге, 3000 теңге не ол деп түсінбей жатады. Кешегі жаңағы не істедім мен? Жаңағы сетевойға ұқсадымады ма деген не болды? Запись болды ғой. Сол осы мәселе бойынша туындады. Көп адамдар түсінбей жатыр, неге біз ақша төлеп жатырмыз, 2000-3000 теңге төлеп жатырмыз деп, сондай проблемалар болып өтіп жатыр. Соны қысқа нұсқа осындай видео болды. Жалпы бұл поверхностный ақпарат,
Егер анығын білемін, басқа да қыламын дейтін болсаңыздар, мысалы сіздер не істеу керексіздер, офиске келесіздер, жалпы болмаса жаңағы осы кооперативтің нелерімен хабарласыңыздар, жаңағы кооперативтің агенттерімен. Олар барын сіздерге не істейді, жаңағыдай түсіндіретін болады. Осымен видеомызды тамамдаймыз. Ұнаған болса, ақпарат ұнаған болса, жалпы пайдалы болған болса, лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңыз жазыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Каналымызға подписка жасаңыздар.